ишарамен оқыған уақытта басты еш жаққа тигізбейді адам. Сіз машинада отырсыз, автобуста отырсыз, самолетта дейік мысалы, неде бір нәрседе келе жатырсыз. Mesela поезда енді ол не болады? Поезда да ішіне отырып оқысаңыз, тек қана. Оны демек, мына мысалға алдыңызда мынау тұрған болса, сіз оқып келе жатқан келіп, мына оқыңыз, қол байлап оқып келе жатырсыз, сөйтіп кішкене рүку жасайсыз, Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамидах дедіңіз да, Аллаху акбар мынаның үстіне қоя алмайсыз қолыңызды. Алдыңызда мынандай тұрса да. Екен, әшейін тек қана рүкуқтан гөрі қаттырақ еңкейесіз болды. Басыңызды мынаған тигізу деген нәрсе жоқ. Кейбіреулер алдына отырады да, негізі Айша анамыз былай істеген. Алдында қыбла осылай қарай болса, мысалы аяғын қыбла қарай созған, сөйткенде аяғының үстіне жастық қойған. Жастықтың үстіне бір тақтай қойып қойып, соған оқып отыр екен бүйтіп. Ауырған кезінде оқып отырған көреді. Сөйтіп пайғамбарымыз тақтайын алып лақтырып жіберген. Алла тағала бізге бұны әмір еткен емес деп. Демек не екен, ишарамен оқыған кезде басыңызды бір нәрсе тигізу деген нәрсе керек емес. Олайша тек қана рүкух пен сәжденің айырмашылығы болу керек. Болды. Солай. Ал енді пойызда отырып оқысаңыз, кей кездерде болады. Қыбла мына бағытта, өзі білесіз. Пойыз былай кетіп бара жатыр. Ана орындығыңызда отырып отырсаңыз, отырып алып оқисыз, ондай кезде сәжде жасауға болады. Сол жаққа қарай. Ал енді мына бағытқа қарай оқысаңыз, кетіп бара жатқан бағытына қарай. Онда сіз алдыңызда адам болады, басқа да жағдай болады. Ешкім болмаған күннің өзі сіз ол жаққа қарай сәжде жасай алмайсыз. Ол тек қана ишарамен оқып аласыз болды. Тұрып оқу деген ондайды қою керек. Өткенде бір жігіт ойбай деп қылқындырып жатыр, тұрып оқымасаң болмайды, ол қабыл болмайды, бүйткенде сөйткен. Қабылдайтын сен емес қазір. Қабылдайтын сен емессің ғой, Алла тағала ол. Демек не екен? Ол сен үшін істеп жатқан жоқ. Соның үшін не екен? Жаңағы Алланың бұйырғандай болу керек қой. Бір адам мешіттен шықса, өзі тақуа істеген, жаңағыдай имам бар дейді, өзі шыққан уақытта қараса бір арақ ішіп алған бір адам отыр дейді, Алла, мен күнәмді кешір, жұмағына кіргіз деп дұға қылып жатыр екен. Сен не, мына тұрыңмен дұға сұрап, осылай сұрап жатсың ба деген кезде, сенен сұрап жатқан жоқпын деп айтады. Сол сияқты Алла тағала өзі біледі ғой, кімнен қабылдайды оны.